Ассаламу алейкум, кезекті қорап ашу. Бұл да жаңағыдай прожекторлердің санатынан болған прожектор. Бұның көлемі енді баға алдыңғы видеоларға қарағанда үлкендеу. Бұл үлкен қоймаларға, яки болмаса жаңағыдай футбол ойнайтын стадиондарға қойылатын үлкен прожекторлердің қатарынан. Сапасы да жоғары дәрежелі болып келген прожекторлер болар. Бұның ваты да 200 ваттық, 6,5 кельвиндік. Одан кейін светодиодный точкаларының жиынтығы көп орналасқан. Ылғалға және жаңбыр, қар болсын, я болмаса шаң болсын, төзімділігі де жаңағыдай IP дәрежесі 65-66 дәрежелік не болып келеді, прожектор болып келеді. Бұл үлкен ауқымды жерлерді алуға арналған прожектор. Өндірісте қолданады, я болмаса жаңағыдай көбінде футбольный поляларға алады бұны. Жалпы дәл жаңағыдай сарысынды жалғамайсыз. Қалған сымның қалай жалғасаңыз да переполисация болмайды. Жарығы өте ауқымды әрі жарық. Мына жерде видео толықтай аламайды. Сол себепті бұл жерде жаңағыдай адам көзінде болмайды ғой, жалпы айтқанда. Бірақ прожектор өте тамаша, керемет.